Қазақстанды ұлтаралық достық пен келісім орнаған ең бейбіт ел деп атайды. Қазақстанда тұрып жатқан 130-дан астам өзге ұлт өкілдері әркім өз ісімен айналыса алады, қалаған мамандықты таңдай алады, қалаған жұмысында жұмыс істей алады. Сондықтан да біздер Қазақстанда тұрып жатқан өзге ұлт өкілдері қазақ тілін білуіміз міндетті деп ойлаймын. Себебі ол біздің тек қана міндетіміз ғана емес, сонымен қатар тарихи парызымыз да деп білемін. Осы орайда Қазақстан халқын ұлттық мереке республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға амандық, отбасыларыңызға береке бірлік тілеймін. Еліміздің мәртебесі биіктеп, әлемде шарықтай беруіне деген ыстық ықыласымызды бірге жеткізейік. Jamendo.com